мен сіздерге функцияның кризистік нүктесі деген не, өсу кему аралықтары дегеніміз не, және экстремумдар дегеніміз не екенін жай ғана түсінік беремін. Сіз ең маңыздысы түсіну керексіз бұл нәрселер не екен. Ал келесі алдыңғы сабақтарда біз олардың қалай табу жолын көрсетеміз, иә? Ал кеттік. Бізде қандай да бір функция берілген, бір нақты бір аралықты айталық, бір 0 және мынарда бір қандай да бір 0-ден бастап а-ға дейінгі аралықта, мынау а бізде мына жер болсын. 0-ден бастап а-ға дейінгі аралықта бір функция берілген. Айталық, егер етем болады. Енді функция біз беріледі, функция ол графикпен де берілуі мүмкін, сондықтан мен графиктікпен берілдім. Енді осы ең сіздерге оңай түсіну жолы болады. Енді біз осы функцияны бір не қылып көрейік, мынау американский горки дейді ғой. Бір аттракциондар бар осылай, карусельдер сияқты, немесе былай үстіне былай сырғанап өтетін, көтеріліп түсетін, сондай бір жолды есептейік. Мына жерде сіз қозғалайын деп тұрсыз, біздің оң бағыт, x осының оң бағыты, мына стрелканың бағыты мағынасы бар. Бұл не? Бұл оң бағыт көрсетеді. Яғни біз x осымен оңға қарай жүрсек қана оң сандар шығады, солға қарай теріс сандарға кіріп кетеміз деген сөз, Жақсы, керемет. Біз оң бағытты аламыз да, мына арадан сізді осы американский горкаға отырғызып бастаймыз. Старт нөлден бастаймыз. Сіз отырғызып не істейсіз? Мына жерге дейін сізді не істейді? Ол көтереді. Көтереді да, ары қарай не істей бастайды? Түсіре бастайды. Осы нүктені белгілеп алайық бірден. Мына нүктені белгілеп алайық. Шамамен мына жер ол көтеріліп түсудің ортасындағы не? Бұл ауысу. Яғни көтерілу мен түсу бағытқан ауысқан жері. Тоқтаған жеріңіз сіздің. Мына жерден бастап сіз зырғып түсесіз, мына жерде тағы да бір ауысу өтеді. Ол байқамай өтуі мүмкін, өте тез болуы мүмкін. Ол түсу аяқталып, көтерілу басталатын кездегі нүкте. Одан кейін тағы сіз көтерілесіз. Мынау жаңағыдай бірінші нүкте сияқты нүкте. Бұл жерде де көтерілу тоқтап, түсу басталмай тұрған кез. Осындай бір үш нүкте бар. Осы үш көкпен берген нүктелер, олар экстремумдар деп аталады. Экстремумдар деген сөз ол максимумдар мен минимумдар. Яғни бізде мынарда екі максимум бар. Яғни мына нүкте және мына нүкте бізде максимум. Ал мына нүкте бізде минимум. Сонда максимум дегеніміз не? Сонда максимум деген сөз ол таудың шыңы. Тау, Ал минимум ол сайдың түбі, сай. Ол сіздерге бір түсінікті зат болу үшін. Енді біз шыққан кезде не істедік? Шыққан кезде біз мына максимумға дейін істедік, біз былай өстік. Дұрыс па? Көтерілді ғой, өсті. Яғни бізде не болды? Өсу аралығы болды. Сосын мынарда түстік, кемідік, мынарда қайтып өстік, қайтып кемідік. Яғни өсу кему аралығы деген не? Бұл кәдімгідей аты айтып тұр оның. Мына аралықта өседі, мына аралықта кемейді, мына аралықта өседі, мына аралықта кемейді. Енді біз нүктелерімізге мағына беретін болсақ, мысалы мынау 0-ден бастап а-ға дейін аралық, мен мына нүктені Б нүктесі дейін, мына нүктені С нүктесі дейін, және мына жерде мен 8-дің жаны, бұл шамамен 7,9 болуы мүмкін. Бұны мен Д дейін, Д нүктесі. Енді қараңызшы, 0-ден бастап Б-ға дейін біз не істедік? 0-ден бастап Б-ға дейін біз өстік. Яғни өсу аралығы, менің мына графикқа сүйенсем, өсу аралығы менде өсу аралықты былай жоғары сұратын белгілейміз. Менде 0-ден бастап Б-ға дейін былай өстік. Және С-дан бастап Д-ға дейін тағы өстік. С-дан бастап Д-ға дейін. Бұл өсу аралығы. Кему аралығына келетін болсақ, мен кемідім Б-дан бастап, мына X-пен оқып атырмын. Мына жерден бастап, мен мына жерге дейін кемді былай түстік. Көрдіңіз ба? X координатасы бойынша оқимын. Б-дан бастап С-ға дейін. Б уақытынан бастап С уақытына дейін десек болады. Б уақытынан бастап С уақытына дейін мен кемідім. Және Д уақытынан бастап А уақытына дейін. Д-дан А-ға дейін мен кемідім. Бұл не? Бұл кему аралығы. Максимум нүктесі қандай? X максимум нүктелер, таудың басынан шыққан кездер. Ол менде Б және Д нүктелері. Б ол бірінші максимум болсын. Және менде екінші максимум бар. Ол Д нүктесі. Ал минимум нүктесі, керісінше минимум нүктесі менде С нүктесі. Ол біреу ғана. Минимум нүктесі менде С нүктесі. Яғни біз не таптық? Өсу кему аралықтарын таптық.
және экстремумдарды таптық. Енді кризистік нүкте дегеніміз не? Кризистік нүкте айтады. Кризистік нүкте анықтау бар бір кітапта. Кризистік нүктелер дегеніміз функцияның туындысы 0-ге тең болатын нүктелер, немесе функцияның анықталуысынан алынған, бірақ туындының мәні болмайтын нүктелер дейді. Иә? Оны мен кейін түсіндірем, бірақ қазір түсініңіз. Кризистік нүкте деген сөз функция не істерін білмейтін нүкте. Яғни өсе ме, кеми ме, не істерін білмейді. Ол мына экстремум пайда болатын нүктелер. Яғни экстремумдар табу үшін біз бірінші нені табу керекпіз? Номер бірінші біз кризистік нүктені табу керекпіз. Кризистік нүктені тапқаннан кейін кризистік нүктеден сөз Б, С, Д. Б да, С да, Д да. Үшеуі де бізде мына жағдайда кризистік нүкте. Бұлардың барлығы кризистік нүкте. Яғни біздің максимум минимумымыз, яғни экстремумдарымыз қай жерде болуы мүмкін? Біздің экстремумдарымыз кризистік нүктелерде болуы мүмкін. Осы кризистік нүктелерде болуы мүмкін. Яғни Б, С, Д арасында да Б мен Д бізде максимум, С бізде минимум. Басқа жерде экстремумдар болмайды. Яғни кризистік емес нүктеде экстремумдар болмайды. Себебі экстремум ол деген не? Ол қараңыз. Максимум дегеніміз ол өсуден кемуге ауысқан нүкте. Дұрыс қой, таудың басы, яғни өсіп барып кемуге ауысатын нүкте максимум болады бізде, иә? Ал минимум кемуден өсуге бағытталған нүкте. Яғни кеміп барып өскен жердің нүктелер. Түсінікті ғой, иә? Енді алдыңғы сабақта, келесі сабақта біз бұл нәрселерді, кризистік нүктелерді өсу кему бағытталған экстремумдарын қалай туындыны қолданып табу керекпіз. Яғни сіздерге функция былай графикпен берілмей, кәдімгідей мынандай түрде берілсе, мысалы айталық егер тембада x квадрат синус x, мысалы былай берілсе, формуламен аналитикалық тұрғыда, онда сіз қалай графигін салмай-ақ, елестетпей-ақ бұл нәрселердің барлығын тауып бере аласыз. Оны бізге не көмектеседі жасауға? Туынды көмектеседі. Яғни біз туындыны қолданып келесі сабақта кризистік нүктелерді, өсу кему бағытталған экстремумдарын және ең үлкен, ең кіші мәндерін мына жерде қосып айтып кетейін. Тағы да ең үлкен және ең кіші мәндері. Яғни не деген сөз? Берілген аралықта менде 0-ден a-ға дейін аралық берілді, мына функция fx менде 0-ден a-ға дейін беріліп тұр. Мен 0-ден бастап a-ға дейін ғана беріліп тұр. Осы аралықтағы ең үлкен мәні. Ненің ең үлкен мәні? Функцияның. Функция деген сөз y-тің. Яғни осы жерде графиктің ең үлкен биік нүктесі қайсы? Ол мынау. Мынау бізде функцияның ең үлкен мәні. Бұны қалай айтамыз? Мына d-ны апарып функцияға қоямыз, сол кезде бұл болады fd нүктесі, яғни d-ны функция қойғаныз. Ал ең кіші төменгі мәні мынау емес, одан да төменгі мәні бар. Мына a-дағы мәні, мына минимумда төменірек. Минимум мысалы мына жерде орналасса, y-ге, a-дағы мәні мынау f(a). Яғни біздің функциямыздың ең үлкен биік жері осы аралықтағы f-ді, яғни ең үлкен мәні f'd. Ал ең кіші мәні, ең төменгі жері осы аралықтағы y бойынша, ол f(a). Осындай нәрселердің барлығын туынды арқылы қалай оңай табу керек, мен келесі сабақта көрсетемін.